Милли телеканалында хабарлар студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешіндегі дақаға бөлі мәлімат. Қырымлылар махкеме системасына қаршы итираз білдірмейлер. Бұл ақта Қырым елбасшысы білдірді. Сергей Аксенов умуми юрисдикция махкемелері ішінің нәтижелерін чықарды ве қадемлерге пандемия шараитінде кефиетлі çalışkanları үшін тешеккелер білдірді. Бір ел әвелсі біз яңы коронавирус юқма хасталығы пандемиясының бағлы қатты сыңырлану чарелері көрсетілуі ве қырымлыларының çalışмақ ве пара қазанмақ имканларыны сақламақ арасында баланс еттік. Ве тамам махкеме органларының саясында біз бұл дәвірні зарар ве зиянсыз кечіп олдық. Бақшасарай районы көз өгінде денеші Ажиболат көйінде ялы кенарының капиталь тамираты екінші басамаққа кечті. Базарчы көйінде есе яқын вақытта зиманеви медениет еві ачыла жақ. Ирзереті елі объектлерде Қырым Жумхуриетінің құружилық ве мемарлық везірі болынды. Бұақта Гузель Мамбетованың левхасы. Бірінші қатның регелері бежерілмеді? Йоқ. Графиктен бір ярым айға артта қалуф бешчілерінің етішмемезлігі. Базарчық көйінде мектеп чағынажы бала мұйсесененің құрыжылығының тезлігі баяғы эксілді. Бұл қысымның прорабына тезірлер сеслендірілді. Ишчілер федераль мақсадлы программа бойынша алып барыла. Оларның фияты 250 миллион рубле. Ишчілер йоқ, де дува оқилар, де уйле емегіні ашайлар. Бір шейге ярамаған иш. Сіздің реберлеріңізге телефон açacağım. Тезден қасабада да бір мұйым объект açılacak. Меденет евінің капиталь тамираты юкенленді. Оны кереклі шейнен донаттылар. Тек территорияны абаданлаштырмақ қалды. Су вақызылуы япылды. Шымды газ кечірілі. Бізім вазифеміз тек абаданлаштырмақ қалды. Азек көйінде азбар территориясы абаданлаштырыла. Ишчілер бордюр ташыны ерлештірелер ве кабель чекелер. Бөле дәңішмелеріні тек мында дегелді. Башқа ерлерде де беклейлер. 2021 сенеге 10 бойлы объект амелге кечірліуі планлаштырылды. Бұ 6 азбар территориясы ве 4 жемаат территориясы. Бұ объектлер бойынша аңлашмалар тізілді. Олар эпосы июльнің бірінеже екінленмек керек. Бойлы вазифені бізім олғымызге Жумхуриет елбашчысы қойды. Ажиболат көйінде есе ялы кенары капиталь тамиратының екінші басамағы девам еті. Ең қызғы девір. Шымды мында қоралар ерлештірілі. Айны заманда шадырван ерлештірілігі бойынша ішлер алып барыла. Бақчасарай районы ел деңіше. Умумен evler yanındaki ve cemaat территориялары абаданлаштыру тезлігі бойынша бір суалым yok. Контрактлар екінленген соң тез башланды. Ялы кенарының бірінші басамағындан соң туристлерінің сайысы 2 кереге артты. Язға жейсе оны танымазлар. О қадар дәңішмелер олacak. Сон бұл ерге келген мұсафірлерінің сайысы да артacak. Иш зияреті нәтижесінде Михаил Храмов объектлерде алып барылған ішлерінің динамикасыны музбет деп таныды. Ама базарчық көйінде 150 ерлік бала бақчасыны құрған тыш қызметчіге ашықмаға тәвсие етті. Гузель Мамбетова ве Виталий Голубев. Миллет üçün Бақчасарай районы. Қырым келеріні арттырмақ үшін яны ұсуларыны 4-ші иқтисадиет бойынша Бұтын Русия Илмия Милли конференциясының iştirakçileri музакире еттілер. О Февзи Якубов адына Қымпу университетінде кечті esas mevzu teşebbüs ile бюджет түзілі болды. Қатырлатан bu ақта қанун лихасы кечкен сене қабыл етілген еді. İlk sefer 2021 senege buna para ayırıldı. 42 milyondan ziyade ruble. Onun için municipalitetlerini böyle paralarını çalışmağa okreteceğimiz. Kırımlılarının teşebbüsçiler grupaları yaratılmak gerek. Bugünkü günün trendi sifrovizatsiya ve bir organda böyle vazifeler birleştirilüvidir. Университетінің ректоры қайт етті ки Алиохов йортының базысында гражданлар тешебеслері меркезі açıldı істегенлер бір адам өз бизнес лейтхаларына тақдим ете біле. Ең яқшыларына девлет дестек айрылacak. Бүгін біз Жумхуриетіміздің умуми вазифелеріні чезіп, илми ішінің бойлы шекілерінен яңы ғайелеріні, планларыны, имканларыны синтез етіп олырмыз. Ве егер оларыны малия везірлігі таздықласа, біз оларыны муафақиет еле амирге кечіріп олырмыз. Молодежная хасабасында 5 мартаны 15 сотка пайлаштырып оламайлар ерлі фальжилерінің сөзлеріне көре башыдан бұл топрақ ичтимай объектлер құрылмасы үшін айрылған еді. Ама бір қач вақыт кечкен соң хасабаның мемориеті дамарталарының мескен құружылығы үшін бері башлады.
Böyle karar yerli sakinlerini açuvlandırdı, vaziyetini muhbirlerimiz öğrendiler. Bir kasabага kırıp bakınız. Balalar için meydançıklar her şey abadanlaştırıla. Bizde ise ne var bizde? Bir şey yok. Bağırıp айтылған сөзлер эллеринде тытрев. Молодежная kasabasının sakine Zudiye Abibulaeva vaziyetini anlatmağa tırışa. Davanın sebebi baştan içtimai medeni obyektler için ayrılgan yer oldu. Amma Zudiye Abibulaeva айтқаны кыбы 2018 сене молодежная көй шурасының yolbaşçısı çıkargan karar boyunca toprak şahsi хуржылыққа берілді. Демек, bir kısımda bizge bala bakça kurdular. Endi bala meydançığı hakkında mesele çıktı. Bizde o işte yok. Biz tesadüfen bilemiz ki bu toprak boyunca vesikalarda bir şeyler deniştirgenler. Bilmeyim ne, şimdi nasıl kanunlar bunu yapıp olur. 5 Mart'ını 15'er sotka 5 gражданға paylaştırganlar. Ular kim olganını biz hatta bilmeymiz. Yerli sakinler айтқаларына göre son belli oldu ki Молодежная көй şurasının memuriyeti general planha denişmeler kırseti ve toprak kullanılığının çeşitli deniştirdi. Adamlarını böyle karar açıvlandırdı çünkü olar evvelleri bu yerde damarta ayırmağa rica etken ediler. Ama olarga o vakit reddettiler. Olar Cumhuriyet yolbaşçısına general prokurorga ve taqiqat komitetinin reisine müracaat ettiler. Yakında bili oldu ki bu toprakны satkanlar biz şok alındaydık, gadaplanıp başladık. Niçin bu yerini kasabanın sakinlerine, bizim balalarımızga bermediler? Biz her vakit yan-yanaşa olur edik. Aydı mana bermesinler ama FAP ya da balalar için sportif meydan kurmak mümkün edi. Ve böyle hikayeler kasabada onlarca deyler yerli sakinler. Elvira Abibulaeva'nın ailesi Молодежная kasabasına birinci koçup gelgenlerden biri edi. 5 balanın anası birden mesken nöbetine turdu. 2010 sene ona damarta ayrılgan edi. Bunu tasdiqlagan vesika da var. Ama son bu kararını lahu ettiler. Men sonki sefer barganda o kenede 2001 sene fevralının 3 kunu red etkeni akta yazdı. Son aytı. Bu kararda geldi ki ağıtır. Neticede bu damartalarda tek 260 bala bakçasını kurdular. Молодежная көй yerleşmesi memuriyetinin yolbaşçısı Svetlana Kudryavtseva'nın sözlerine göre hiç bir kanun bozulganı yok. O ayta ki, resmi vesikaga binaen bu toprak hiç bir vakit içtimai obyektler için ayrılmagan edi. Sakinlerden istegen şeyleri ise bu onların tasavvurları. Onun için bağışlanız ama bu resmi malumat. Adamlar damartalarını Ukrayna kararlarına göre koşuma resmileştirdiler. Hiçbir bozuv yok. Bu mesele hakkında Ahmedjit rayonu memuriyetinde de bileler ama onlar şimdilik açık aydın cevap berip olamaylar. Көй шурсы 2011 sene çıkargan kararını öğreni başlayımız. Benim teşkürüv keçirecek hukuk korçalayıcı ve diğer organlar bugünkü memuriyetinin hareketlerine cevap vermek gerek. Ahmedjit rayon memuriyetinde bu meseleni öğreneceğimiz degen vakit davalı damartalarda hiç bir huruculuk işler alıp barılmayacak. Akimesiya Demetova, Sivila Memetova и Aziz Nimetulayev, Millet için, Ahmedjit rayonu. Kırım sakinlerini yetekçi Rusiya klinikalarının ekimleri bakacaklar. Federal Tibbi Biologik Agentliginin cima otryadı Yaltaga kelip yetti. Bizim televizyon takımımız Semizde bulundu. Tamam o yerde mobil gospital yerleşti. Mevzunu Sultaniye Sitakayeva devam etti. Doğru diagnozunu eşitmek ya da tarmu texaslarının misliyatını almak. Semeyizde tibbi desant yerleşti. Tatyana Sokolova torununun bala nevrolog ekiminin kabuluna yazıldı. Biz nihayet bala nevrolog ekiminin kabuluna düştük. Büyükler Yaltaga ya da Ahmedjit'ke bara bileler. Balanın ise bu ağır. Emdi büyük nöbetlerde durmak gerek. Semey sakinleri ekimlerini çok beklediler. Bugün onlar tez ve keyfiyetli yardım alabilirler. Tek birinci poliklinikada kabul edilmek mümkün. Ama anda yarım yıl evvel yazılalar. Mında ise bir kunde nöbetsiz geçesin. Pek onaytlı. Federal Tibbi Biologik Agentligi cima otrядının ekimleri tecrübeden gayrı zemanivi donatmalarını alıp keldiler. Bizim aparatımız raqami mamograf. Onun imkanları büyük. Biz hastaların kollarına ileride tetkikatlar için çekimlerini beremiz. Maksadımız hastalıkını oldukça evvel belgelemek ve tedavi
вилимек. Эркун онларча хаста мурачат эте мемлекетіміздің чешет көшелерден келген 20-ден зияде мутихасы саба саат 9-дан 5-ке же чалышалар, экімлер энді алышты, чунки бутун Русияны айланып чықалар. Джейма отряд чешет мутихасыслардан тізіле. Балалар ве буюклер ичун, невролог, кардиолог, экопедиатр, хирург, маммолог, отоларинголог, офтальмолог ве эндокринолог. Мобиль комплексте экі кочуджи флюорограф, маммограф ве экспресс-лаборатория. Диагностик меркез семейізді апрелінің 5-не же бұлына жақ, сонра алупкаға yol алажақ. Буюк Ялтада Джейма отряд умумен апрелінің сынуна же чалышажақ. Султания Ситакаева, Алимсей Далеев, Миллет Чон, Семейіз. Сынарсыз Субет Русия Федерациясы Девлет Думасының мебосы Руслан Бальбек Ахмеджетеке Алиме Абдинанова адына 44-нчы мектебінің талебелерінен көрішті. Өкен сынып талебелері Жұмхуриетіміздің келечекте инкишаф етірілігі ве ярымадада су меселесіні еле бағлы ой сойлеріні берділер. Руслан Бальбек қайт еткені кіба сиятқан неселінен көрішувлер мұнтазам суретте кечірілмек керек. Біз аңлаштық ки, 44-нчы мектепте даими оларақ реберлік мұнақаша имканыны яратмақ имканыны бақыжақ. Біз бұ ерде, бұ мейданда даими субет низамында фікірлерімізден пайлаша білежеміз. Истедатлы балалар үшін шарайит яратмақ мүмкін олыр. Бүгін аутизм меселесі ақында малюмат дарқатылығының Бутун Русия күнідір. О 2007 сенесі 10 тешкілиятының Генераль Ассамблеясы тарафындан чықарылған қарарнен тайленген еді. О zaman аутизм хасталығында азап чекен балаларының сайысы бойынша қасевет етіп башланған еділер. Қырымда да бұл мевзуға бұйық диққат айыралар. Мақсус коррекцион мектеплер ве реабилитацион меркезлер яратылды. Бұл мевзуны бізім мұхберлеріміз девам етелер. И, эль, емшақлық ишареті, я, не олып чықты бізді. Адың не? Илья. 8 яшлы Илья анасынен берабер арифлерні қоша ве оз адыны оқый. Оғланчықның аутизм хасталығы бар. Илья 2 яшында олғанда Екатерина Криворотенко оның евляды яждашларына баққанда біраз артта қалғаныны дуйды. О уч екімге мұражат етті. Бірден диагнозны таздықламадылар. Ветек 2 елдан соң белі олды ки баланың аутистик спектр, яни рас хасталығы олғаны белі олды. Бірінші дұйғулар қорқу ве шашмалав тез кечті. Өзіңіз бақыңыз, сіз балаңызның таянчы оласыз. Бір кімсе не мутихасыслар, не да бір кімсе дегіл. Егер сіз евлядыңызға еменлік ветолу яшайыш дұйғысыны беріп олсаныз, бұл бақт кетіре. Яратыңыз, иджат етіңіз. Илья шең ве фаал бала, ялдамаға ве батутларда секірмеге севе. Ахмеджетте бойле балалар үшін кечкен сене мақсус группа açıldı. Батутта ярым саатлық секірувлер тренажер залында 1 саатлық дерс еріні ала біле. Амма бұна қошымча бұ әлбет вестибуляр аппарат, оның инкишафы, өз вүджудыны огренювдыр. Бұнен бір вақытта мұнда 6 балаға же болуна біле. Әр баланың өз тьюторы бар, бұл баланы баққан мутахассыстыр. Батут меркезінің esas вазифелерінден бірі балаларны жематнен яқынлаштырмақ. Бүгін аутизм меселесі ақында малюмат дарқатылуының Бутун Русия күні. Эпісі тьюторлар берабер топланып бұл мевзуға бағышланған фильмні сиер етелер. Бұл есе сағлық имканлары сынырлы олған мақсус коррекцион умумтасил мектеп. Мұнда 300-ден зияде бала тәсил ала. Олардан 109 баланың аутизм хасталығы бар. Рухиячы Оджа Юлия Орлованың сөзлеріне көре 15 ел әвелсі бойле диагноз еле тек 17 бала бар еді. Бала өзіне қайтмасын ве башқалардан қапалмасын деп, айт дегені не? Бұл дүнияға өзі кірген демектір. О бізнен бақ тұтмаға істей. Ама бұны насыл етмек кереклігіні бөлмей. Умумен коррекцион мектепте 21 сынып бар. Балалар мұнда 7 яштан қабул етіле. Олар оқу жерянына еңгіл алышмалары үшін бірінші оқу еліні 2 сенеге созалар. Бір сыныфта ең чоқ 12 бала. Тек 150 бала үшін мектепке 300-ден зияде талебе қатына ер етішмей. Бұл себептен яңы 500 ерлік мектеп құрмаға қарар алынды. Шымды лейханы таздықлайлар. Егер әршей доғыр тізілсе, башқалардан айырылған балалар үшін қонышу ве инкишаф етіп үшін яңы ер пейда олар. Ленуза Борсеитова, Сибиля Меметова, Алимсей Далиев, Арсен Фукала, Миллет үшін.
Ел-елдан күрешнен оғрашмаға істегенлерінің сайысы артақ, Меджете Георгий Жуков адына 29-шы саңлы спорт мектебіне келген балалар, исралы идманлар ве тәжірибелі реберлер сайысында жеди нәтижелерге ерешелер. Келечекте чемпионлар олачақ яшларымыз Ақта Дауд Чахалов тариф етті. Дыққат, тезлік ве техника үшін. Башлаймыз. Девамлы идманлар акробатик элементлерілі. 35 елық тәжірибесі олған Нуридин Сайдалиевның талебелері межгулетлеріні текрарлайлар. Идманжы 6 спорт ұстасыны жүмкіретіміздің жима тақымсына 5 намзетні тәрбиеледі. Қырым вируседі қазанылған ғалибелер енді алышықлы олды. Ярышлар Эсасин, Ань-Аневи ве Юнан Рома үстіплері бойынша кечірілгеніне бақмадан милли күреш спорт чешітінеді бұйық диқат айырыла. Күреш пек тез инкишаф еті. Ярышлар кечірі башладық, мұкафатлар пек яқшы. Балалар бұл тедберлерге асесліктен азырланып башлайлар. Чүнки бұйықлерге бұрынжы ярычун машина берілі. Менімже, бұтын Русияде бойле призлер yok. Нуридин Сайдалиевның талебелерінден бірі Эдем Шахманов милли күрешнен енді 20 елдан берли оғраша. Енді идманларға Эмиль Оғлунин берабер келем. Күрешчі пайлашаки. Идманжының тепсейлері ве қол тұтывы иле бала енді юксек мүкефетлар қазанмаға тырыша. Яш оғлан біріншілікті ғалибе қазанып, Ақмезжетнің чемпионы олды. Күрешнен тап памперс киген вақыт оғрашы башладым, демек олар. О 2-3 yaşımda еді. Мен онен өзім идманлар кечіріп башладым. Чүнки мен өзім бізім идманжымызнен Юнан Рома күрешінен оғраша едім. Оны евде 2-3 ел азырладым. 5 yaşında оны бізім спортзалымызға кетірдім. Ве бұл вақыттан берле о Юнан Рома күрешінен исрарлықнен жидди шекілде оғрашы башлады. Күрештен оғрашмаға істегенлердің сайысы ай арта. Амма кемер меседелер да бар. Бұл спортзал бізімки дегіл. Оны бізге 29-шы санлы мектептің мұдыры тақдим етті. Біз өз спортзалымыз олмасына істередік. Адамларымыз пек жоқ. Идманларда 50-60 адам ола. Өз спортзалымыз олса, группаларымызны кенже орта ве бұйклерге бөлер едік. Балалар раат идманлар кечерер еділер, дерслер де семереле олыр еді. Ве әрбір спортчыны ярышларға индивидуаль шекілде азырламақ мүмкін олыр. Пейда олған база ғырлықларға бақмадан балалар идманларыны қачырмайлар. Ве бойле күрешув елунен юксек нетежелерге ирішмек. Ве милли күрешімізні танытмақ ве рағбетлештірмек имканыны қазаналар. Сабина Дениева, Дауд Чахалов, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ялтадаки тарихи эдеби музейде «Чарующий мир Востока» адлы серга açıldı. Оны курорт шерде Шархи музейінің темелі қойылығының 100 жылығына бағышладылар. Экспозицияданын мерkezінде түркшінас, арабист ве тарихчы Яхуп Кемальның уникаль ел-язмалары ерлеше Қырым татарларының улу мирасына Султанеси Такаева далды. Бұ 17-ші асырға айт Хуран. Мұқайтлық нен веттек бейес қолчақлар кейіп музей эшияларының сақчысы Филипп Моисеенко түркшінас арабист ве тарихчы Яхуп Кемальның уникаль ел-язмаларындан біріні көстере. Китап ескі, мемреке піле язылған. О пек яқшы сақланылған дегіл, амма біз оны мұқайтлық нен сақлаймыз, қолчақлар нен чалышамыз. Әрше яқшы оқула, мутехасыслар үшін оның мұйымлігі бұйук. Құран китапларының ескі жедвелі фикх ве лингвистика бойынша әдебият, луғатлар ве фольклор, умумен 200-ден зияды ел-язма, ажайып тапылма, о мутехасысларының фікіріне көре Қырым татар халқының рухи медениетті огренілівіне бұйук есе қоша. Яхуп Кемальның ось ел-язмаларыны кечкен асырның 20-ші сенелері Қырымның женюби ялысына экспедицияға келген вақыт топлады. Титқиқи ішіні Русиялы шарқшынас тарихчы Илья Зайцев башлады. О 50 ел-язмадан барет олған каталог ишлеп чықарды. Бұ коллекция üzerinde Илья Зайцев бір қач ел чалышты. О бұ китапларны атрибутика етті. Мында ең мерақлы нұсқалар тақдим етілді. Олардан бірі астрономия бойынша 19 асырға айт уникаль китап. Яхуп Кемаль белі түркшінас арабист. Бақчысара районның Улусала койынде 1885 сенесі доғды. Истанбулда ве Бейрутта тасил алды. 1917 сенесінден зінжірлі медреседе ректор олды. Сонда Ялтадаги Шарқи музейінің мудері оларақ чалышты. 1934 сенесі репрессияға ұғрады. 1939 сенесі апсханеде вефад етті. Яхуп Кемал o zamanın
бек күчлүү бир илим адамы, чүнки о Ал-Азхардан кайры, яни Кайреде эң күчлүү мусулман университетин битиргенден соң да Москвада кача жылдар окуду, Лазарев институтунун шарх бөлүгүндө, ve yani her türlü bilgisi var idi. Yazık ki onu birkaç vakitlarda 1914 seneden son cenk başlaganda onu sürgün ettiler. Borisoglepsk, Tambov taraflarına, çünkü onu pasportu Türk pasportu idi. Гражданствосы Türk idi. Sergide Acımistan, Japon ve Kıtay ustalarının dekoratif ameli sanat eserleri takdim etildi. Emde 19-20 asırlarga ait yalı boylu Kırım Tatarlarının etnografiya kolleksiyasını görmek mümkün. Bugün biz Şarhi Muzeyinin temeli koyulunun 100 yılına bağışlanған sergini açamız. Bizim muzeyimizin fondlarına saklanılgan kolleksiyani gururmen takdim etemiz. Bu klozon, fil kemikleri, Arap ve Türk dillerinde seyrek el yazmalar. Serginin her bir eksponatı dikkatga layık, Yalta sakinleri ve musafirleri sentyabrının sonuna Şarkı ustalarının sanatının ve Kırım Tatar halkının tarihinin tanış olabilecekler. Sultaniye Istakayeva, Alim Seydaliyev, Millet için Yalta. Теренен çalışkan istidatlı usta İslam İdrisov 7 yıl devamında onlarca ekskluziv şey yaratıldı. Onlardan her biri unikal, ona etraftaki her şey ilham veriyor. Bizim daimi rubrikamızda biz tere ustası hakkında tarif etemiz. Her bir şeyini başlamaktan evvel tere hazırlana, keliştirile, olacak şey için gerekli kıbı sızıla. İslam İdrisov nevbetteki eserini yaratmağa hazırlana. Bu partmane, el işi. Usta sızılgan resimge Kore olacak şeyinin parçalarını kesip çıka. Son olarını bir-birine tike, çetlerini de kerekli kıbeti. Terinin o endi 7 yıldan beri çalışa. Sade olmağan ve icadi zenatka tesadüfen keldi. Bu 2014 senenin başıydı. Men oturgan yerimden internette çeşit şeylerine bakkanda bir adam pasport kapını tikkenini kurdum. İşim o vakittan berli devam etti. Çeşit aletlerini satın aldım. Birinci teri parçasına pek çirkin bir şey çıktı. Bunu şimdi anlayayım. Çantalar, anahtarlıklar, kisseler, bloknotlar, her şey terinen kaplangan. Bu fabrikada basılgan şeyler değil, bu insan ellerinin yasalgan tekrarlanmagan eserler. Her biri Kırım Tatar örnekleri ve timsallerinin yaraştırıla. Bana bir adam müracaat etti. Halkımız arasında belli insan, onun kızı Akayga çıkaydı. O Kur'an kap tıkmege rica etti. Yaptık, pek dülber çıktı. İslam İdrisov'nun ustahanege çevirilgen garajında her şey yerli yerinde. Her şey, her alet ayrı kutuda saklana. Raflarda teri katalakları, etrafta kuşaklar, çantalar, çeşit kaplar, bıçaklar. Ustanın ellerinin yasalgan şeylerge bakkanda o bu esnafını ozu öğrengenine işanmaysın. İlham çeşit şeylerden peyda ola. Eserlerini tekrarlanmaz ve en esası belkisinden yaxşıca yapmağa tırışa. Mına böyle çanta 90. seneleri mod edi. O şimdi de mod oldu. Adamlar onu sık ve çok sımarış etti ediler. Terinen çalışmak için hayaldan gayrı sabır ve dikkat gerek dep paylaşa İslam İdrisov. Tuğanları da sımarışlar çok olgan vakit yardım etmege tırışalar. Sımarışlar büyük olganda olarını elnen tıkmek gerek edi. O zaman bütün Kur'an tike edi. Her birine ayrı ogluk beredim. Her biri kisse tike edi. Teriden yasalgan şeylerinin fiyatı çeşit. Misal olarak kissenin fiyatı tahminen 3000'ge yakın. Bu teri nasıl olmasına, sımarışının mürekkepligine ve tükülük çeşitine bağlı. Men 5'ten 7 gün gece müddet koyam. Adamlar ne için bu kadar çok deyler. Men onu bir günde de yapıp olurum. Akşam saat 7'de otursam, gece 10-11 gece, ama men istemesem, bu şey yaxşı çıkmaz. İslam İdrisov onlarca ekskluziv şey yarattı. Onun için terinen çalışmak hobi gibi bir şey. Onun esas zenatı distribütör şirketinde supervisor. Ama sevimli işini biznesке çevirmege ve teri şeylerini istisal etken zavod açmağa arz etti. Lenuza Bursiyitova, Güzel Mambetova, Irvin Emiraliyev, Millet için Ahmedşit rayonu. Şimdiki dakikaga bu haberlerinin hepsi edi. Gelecek yayınımızını kaçırmanız.